Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін біз Фатима мен Каусарды осындай Magic City деген ойын-сауық орталығына алып келдік. Арада осындай перекус жасап алды. Йогурт жеп кішкене қарындарын тойғызып, сосын ары қарай дальше қыдыруға кеттік. Қараңыздар, төбеден осындай аспалы шамдар түсіп тұрады екен, әдемі болып жарық. Тура шетелде жүргендегідей осындай кірген кезде бізге бірінші болып осындай шар таратты. Қыздар мәз болып Фатима мен Каусар шарды алып алдық та дальше кеттік. Қараңыздар, осындай Диснейлендтегі сияқты істеп қойған, ішінде барлық нәрселер бар, қызықты ойындар бар. Біз негізі бұл жерге келудегі мақсатымыз топ-7 секретный бөлмеге кіру болатын. Қазір кіретін боламыз. Алдымен осындай ойнайтын жерлерді аралап бардық. Қараңыздар, мына жерде допты ыдыстарға түсіру керек екен, сол сияқты ойнайтын нәрселер өте көп екен мына жерде. Қызықтап кеттік ары қарай. Сосын біз топ-7 секретный бөлмеге осындай 4 билет алдық. Билет алып жаймен кетіп бара жатсақ, Фатима мен Каусар қолдарына шарын ұстабаған. Алдымызда осындай кіретін жерінде робот адам, космонавт адам күтіп алды бізді. Сәлемдесті, сонымен ары қарай шарларымызды қойып кірдік. Бірақ ең қызығы, шыққан кезімізде шарларымыз орнында жоқ болды. Сіздер келетін болсаңыздар, заттарыңызды өте мұқият абайлаңыздар, өйткені алып кетуі мүмкін басқалар. Ары қарай осылай есігін алдына келдік, билеттерімізді беріп, жайлап ішке кірдік. Бірінші бөлме, бірінші секретный бөлме осындай болды. Тура бір галактикада жүрген сияқты сезіндік өзімізді, космоста жүрген сияқты. Қараңыздар, әртүрлі осындай ортасына тұрбаса, ішіне құлап кететіндей басты айналдырып тастайтын осындай домалақтар бар екен. Ортасына отырып аласың да, астына қарап отырасың. Астына қарасаң, тұрғаннан кейін басың айналып кетеді. Ал мына жерде болса Каусар өте қорқып тұр. Өйткені Фатима тартып қалды да. Фатима, Каусар өзі кішкене қорқақтау. Сол үшін Фатима постоянно бұны жетектеп жүреді. Осылай ортасына отырып, қыздар өте қызықтады. Тура бір космоста жүрген сияқты сезім қалдырады, бірақ орнына резко тұрған кезде басы айналып сондай нәрсе болады. Ал ары қарай біз екінші секретный бөлмеге кеттік. Қызық болды. Бізге не ашылады екен есіктен деп осылай күтіп тұрдық. Қазір көретін боламыз, достар. Қараңыздар, екінші секретный бөлмеде не бар екен? Тадам! Екінші секретный бөлмеде осындай прожекторлар тұрды. Ол жерде не шығады екен деп біз күттік. Полностью төрт қабырғада стекло болды. Стеклоның ішіне осылай жүріп кеттік та ары қарай бірден свет өшіп, осындай қатты жарық шамдар жанды. Тура бір клубта жүрген сияқты сезім болды, өйткені қатты жарықтар түсіп тұрды, және де музыка қатты ойнап тұрды. Осылай қыздар ойнады, арада Фатима биледі, Каусар кішкене қорқақтау, ол маған жабысып тұрды. Ал Фатима болса қызықтап, секіріп биледі, жан-жақтың бәрінен осылай көзді ашып болмайды. Мына жерде көзді қатты ашса, көз ауырып кетеді. Өйткені жарықтар қатты жұрқ етіп түсіп тұрды. Фатима да мына жерде таң қалып тұр, не болып жатыр деп. Арада осылай билеп алды қыздар. Фати былай істейді. Фатима негізі өте ашықтау қыз, ештеңеден тартынбайды, ұялмайды, ойын ашық айтады. Ал Каусарымыз кішкене қорқақтау. Мына жерде Каусар маған жабысып қалды. Ал мынау достар, үшінші секретный бөлме. Мына жерге кіргенде шынымды айтайын, қатты таң қалдық, өйткені бұндай әдемілікті көрмегенбіз. Астында да үстінде де полностью стекло болды. Ал мына гүлдер, жанып тұрған гүлдер болды. Ұстаған кезде живой гүл болды. Мыналар білмедім бұны қай жақтан алдырғанын, бірақ өте әдемі гүлдер екен. Тура бір Дубайдағы ресторандардың ішінде жүрген сияқты сезім болды. Қараңыздар, осындай зонтик сияқты бүйтіп нелер түсіп тұр, жіптер түсіп тұрады, жанып тұрады олар. И төбесінде де тура сол нәрсе ғой. Төбесін қараңыздар. Төбесі өте әдемі. Бұл жерде тек таң қалып тұрдық, басқа ештеңе істеген жоқпыз. Бізге қатты ұнады, суретке түстік, видеоға түстік осы жерде. Қыздар да мәз болып шөптерді ұстап ойнады. Фатима әлі қыдырып жүр мына жақта.
Сосын ары қарай біз 3-ші бөлмеге дайындалдық. Қараңыздар, уже светтер жанады өшеді, әртүрлі цвет болады екен. Ал дальше 3-ші бөлмеге кеттік. 3-ші секретный бөлмеде бізде кіреберісте осындай аяғымызға киюге бахила сияқты нәрсе берді. Біз барлығымыз аяғымызға киіп алдық та дальше жоғарыға көтерілдік. Ал бұл жақта бізді не күтіп тұрды? Қараңыздар, бұл жақта бізді бір бөлме полностью толтырылған кішкентай шарлар күтіп тұрды. Оның үстіне секіріп жатып ойнадық, білгеніміз істедік ана жерде. Ал жан-жағымызда осындай полностью экран болды. Экранда қараңыздар, секіріп Фатима мен Каусар ойнап жатыр. Айтайын дегенім, экранда әртүрлі нәрселер ұшып жүрді. Тура бір космос сияқты сезім болды бізде. Қараңыздар, әртүрлі нәрсе аспанда ұшып бара жатқан сияқты сезім болды. Фати осылай секіріп, Каусарды, топтарды бір-бірімізге атып, күшті ойнадық десем де болады. Бұл бізде 3-ші секретный бөлме. 3-ші секретный бөлме. Жоқ, бұл 4-ші секретный бөлме. Қателесіп кеттім. 4-ші секретный бөлмеде осылай ойнадық. Ал алда бізді достар тағы 3 секретный бөлме күтіп тұрды. Дальше кеттік біз ары қарай. 5-ші секретный бөлмеге кеттік. Қандай екен деп қызығып бара жатырмыз. Қазір қандай бөлмеге кіреді екенбіз деп. Қараңыздар, мынау деген енді топ болды ғой. Полностью жан-жағымыздың бәрі осындай жанып тұратын нәрсе болды. Мынау айна сияқты болып тұрады, бірақ айналардың барлығы жанып тұрады. Қараңыздар, астында да стекло полностью айна, ал төбесінде де жан-жағымыздың бәрі осындай түрлі түсті айналар болды. Біз ойладық бұл кезде бұл соңғы секретный бөлме шығар деп ойладық, бірақ бұл соңғысы емес екен. Қазір осылай Фатима мен Каусар жүгіріп ойнап жүр, әртүрлі нәрсе істеп жатыр. Ұстайды, олар да бұндай нәрсені көрмеген, таң қалып жатыр. Осылай жүрдік, бұл жерде де суретке түстік, төбеден де көреміз, өзімізді астынан да көреміз. Каусар мәз болып жүріп жерде тағы не бар екен деп. Ал мынау достар бізде 6-ші секретный бөлме. Қараңыздар, тура бірандай галактикада жүрген сияқты сезім болды бізде. Әртүрлі планеталардың арасына түсіп қалған сияқты болдық. Топтар, үлкен-үлкен шарлар. Шар дегенде енді примерно бұны планеталар қылып жасаған ғой. Бірақ өте қызық, әдемі болды. Бұл жерде де суретке, видеоға түскенге қызықты екен. Фатима мен Каусар таң қалып тұр бұл жерде де. Каусар биледі, арада осылай жүрдік. Қараңыздар, полностью үлкен бөлме, толы осындай шарлар болды. Ал біз ары қарай соңғы 7-ші секретный бөлмеге кірдік. Қараңыздар, 7-ші секретный бөлме осындай. Полностью люстра сияқты стекло болды, асылып тұрған төбеден астына қарай. Бұны бізде ұстауға рұқсат еткен жоқ, өйткені сондай өздерінің тәртібі бар екен, ұстауға болмайды деген. Тек қана бұл жерде суретке түсіп қызықтап қарап жүрдік. Қараңыздар, астында да көрінеді, үстінде де көрінеді. Тура бір анау не жерде емес, не аспанда емес, ортада тұрып қалған сияқты сезімде болып жүрдік. Достар, бізге қатты ұнады, қызықты болды. Тағы да осындай қызықты видеолар салсын десеңіздер, қызық болса, достар, лайк басып, комментарий жазып, және де тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі бұдан да қызық видеолар түсіретін боламыз. Пока!